сатуға тура келді, оларды сатқын болды деп айтпауымыз керек. Өйткені заман солай болды. Ана кімнің бір өлеңі бар ғой, Жаяу Мұсаның, жұрттың бәрі қашқын дейді, көрерім қашқын күні туса деген. Сол айтқаншыдай, қиындық туса, жарайды сатты. Ол кездегілерді сатқын деп мен айта алмаймын. Мүмкін арасында бар шығар, қиындық тумай-ақ сатқандар. Бірақ қорыққанынан сатқандар бар шығар, білмейміз. Ал қазіргі, былай айтқанда, бейбітшілік заман, ешкімді ешкім қинап жатқан жоқ. Бірақ мен кезінде бүйтіп айтқам, мен кезінде сөйтіп айтқам, мен анаған қатырғам, мен аны бүйткем деп қазір сатып жатқандардың барлығын сатқындық деп ойлаймын. Бұл кімге сатқындық? Назарбаевқа сатқындық па? Тек қана Назарбаев емес, кез келген дүниеде орнынан кеткен адам бәрін сатып жатырмыз ғой. Кім орнынан кетеді, соны жамандап кетіп жатырмыз ғой.